Саламатсыздар ма? Бүгін мен осы берілген RC circuit, яғни AC-дағын шығаратын боламыз. RC circuit in AC айналмалы тоқтағын қарастыратын боламыз. Және деген бірінші біздің мақсат ол осы проблеманы структуралы түрде шығару, яғни Prada методы арқылы. Бұны мен во время процесса раскрывать ететін болам. Әрбіреуі не білдіретінін. Ең бірінші мен pattern recognition'нан бастайтын болсам, біз бұл жерде не байқай аламыз. Ең бірінші нәрсе, біз суретке қарап осы берілген R мен C-дің бір-бірімен параллель жалғанғанын байқаймыз. Бұл бізде не білдіреді деген сөз. Бұл тоқ екіге бөлінеді. Тоқ осы резистордікі болып, тоқ конденсатордікі болып екіге бөлінеді деген сөз. Енді бұны бөлінгенде, яғни неліктен олай бөлінеді деген сияқты сұрақтар пайда болатын болса, біз оны фастлатпен детальнее көрсетіп өтсек болады. Яғни бұл симуляторға қарайтын болсақ, біз уже осы circuit'імізді салып қойдық и старт жасайтын болсақ. Старт жасайтын болсақ дегенде, яғни мына жерде мен көрсетіп өтейін. Қазір тез кетіп қалады, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Яғни бұл жерде бізде біріншісі конденсатордікі, екіншісі резистордікі бөлек-бөлек көрсетілген. Бізде сары ол тоқтікі, ал жасыл напряжениенің сызығы болып саналады. Екеуінкі екі бөлек көрсетілген. Қазір айырмашылығын байқайтын боламыз. Осы старт деп басатын болсам. Қараңыздар. Мына жерде резистордікін қарап алатын болсақ, напряжениесі мен тоғы почти бірдей қозғалып жатыр. Кішкене бір айырмашылық қана жасайды. Ал конденсатордікіне қарайтын болсақ, мына жерде бізде негізі былай жалпы басынан бастап қарайтын болсақ, біз байқаймыз, тоқ басында ең бірінші тоқ қозғалады, одан кейін оның артынан напряжение тоқтың артынан қуалап отырады. Ендігі бізде бұдан не қорытындылайды, не шығады десек, бізде бұл жерде фи бұрышы бар деген сөз конденсаторда. Яғни фи бұрышы дегеніміз ол қалай? Бізде ең бірінші, например, резисторға тоқ түсіп жатқан сайын напряжение де бірге жүріп жатады. Бірге тез результат деген сияқты ғой. Тоқ келіп жатыр, артынан напряжение де бірге келіп жатыр. Ал конденсаторда бізде ол бірінші тоқ жүріп өтеді, одан кейін бар, біраздан кейін напряжение пайда болады. Сөйтіп андай бір фи бұрышына қалып барып қозғалыс жасап жатыр деген сөз. Енді екінші абстракшн бөліміне келетін болсақ, абстракшн дегеніміз, яғни біз бұл бөлімде фейзерді сызып көрсететін боламыз. Фейзер дегеніміз, яғни бұлардың бағыттары. Мына жерде бізде косинус, синус сияқты бір толқындармен көрсетіліп тұрады ғой. Ал біз есеп шығарғанда фейзерді пайдаланатын боламыз. Ол вектор түрінде, яғни біз вектор деп қабылдаймыз, чтоб есептерді шығарғанда бір белгілі бір заңдылықты көру үшін, есепті шығаруды оңай болу үшін біз оларды вектор деп аламыз. Вектор деп алғанда біз напряжениені осы горизонтальны оңға қарай сызамыз. Напряжение екеуінде де бірдей болады, яғни напряжениенің бағыты. Одан кейін осының үстінен тоже бізде резистордың тоғының бағыты дәл осымен бағыттас болып жатады. Ал енді осы жерге конденсатордікін салатын болсақ, конденсатор бұмен 90 градус жасайды. 90 градус неге жасайды дегеніміз, бұл өзі математикадан есептерін шыққан нәрсе. 90 градус деп біз идеалды түрде негіз айтамыз. Одан кейін енді decompositionға келетін болсақ, decomposition бөлігіне. Decompositionда біз, яғни жалпы не табуымыз керек бұл жерлерде. Ең бірінші бұл есепте бізге табу керек нәрсе ол екі жақтың тоғы. Тоқтың жалпы формуласын жазып өтеміз, ал алгоритм бөлімінде бұны нақтылай ашып өтетін боламыз. Ол напряжение бөлінген резистор болып ашылады формуласы. Екіншісі, одан кейін тоқтан кейін бізге табу керек нәрсе екеуі
екеуінің тоғынан кейін осы жалпы тоқты табуымыз керек болады. Одан кейін үшінші нәрсе осы фи бұрышын айттым ғой, напряжение тоқтан кейін қалысып жатыр деген, сол қанша бұрышқа қалысып жатқанын табатын боламыз. Енді алгоритм бөліміне келетін болсақ, осы декомпозицияда жазылған нәрселерді біз нақтылай ашып жазып өтетін боламыз. Ең бірінші бізде тоқты табу керек дедік. Енді тоқты резистордікін табатын болсақ, бұл жерде бізде беріліп тұрған напряжение ол батареяның немесін аламыз, валюм. Одан кейін оны бөлеміз осы резисторға. Екінші табуымыз керек нәрсе ол бізде осы конденсаторды то же самое батареяны бөлеміз. Бірақ бұл жерде конденсатордың кедергісі бәрімізге белгілі, бір бөлінген омега С формуласын пайдаланатын боламыз. Оны ашып ықшамдап жазатын болсақ, Е көбейтілген омега С болып ашылатын болады. Енді үшінші нәрсеміз бізден табу керек, ол жалпы осы ток. Бұл осы фейзерді сызып өткендей, олар 90 градус жасайтын болғандықтан, біз бұларды Пифагор теоремасы арқылы шығарамыз, яғни екеуін квадраттап бір-біріне қосатын боламыз, түбір астына алып. Сонда бұны формуласын жазып өтетін болсақ, осы Е бөлінген R квадрат плюс Е омега С-ның квадраты. Өстіп түбірасына қалдырып кетсек болады деп ойлаймын. Ендігі келесі самый последний нәрсе ол бізде осы фи бұрышын табу керек. Фи бұрышы ол осы арктангенс арқылы табатын болсақ, арктангенс осы 2 ай си бөлінген ай ар деп табамыз. Осымен біздің бүгінгі видео тәмам. Қарағандарыңызға көп рахмет. Және де осы Прада әдісін есептер жақсы және керекті жерде дұрыстап пайдаландым деп ойлаймын. Қарағандарыңызға көп рахмет.